Оқуға құштар мектеп жобасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлы даланың ұлы есімдері жобасын жүзеге асыра отырып, мектебіміздегі оқырман жас маман клубының ақындардың өміріне қысқаша шолуы. Ақиық ақын поэзияның қан тәңірі Мұқағали Мақатаев несіне өмір сүргенсің? Сұраушының сүйген асын кім берер? Бар қарса, жоққа сабыр күн көрер. Өкінемін, өшігемін несіне, тірі жүрсем, маған кезек бір келер. Осылай деп ойламаған басында, мәз болыппын біреу шашқан шашуға. Қашан көрем, көрмегенді расында, өмірі деген осы екен ғой расында. Тіршілікте не жетеді көргенге, тек өмірім өтпес екен шерменде. Бақыт мені көргенде, кетеді үркіп енді жете бергенде. Түсінбеймін не пәлемнің барлығын, қайран басым, қаңғыдың ау қаңғыдың. Сұраушының сүйген асын кім берсін? Бар қарза, жоққа сабыр күн көрсін. Бұл ғаламда дәрежең болмаса, бұл жалғанда несіне өмір сүргенсің? Абай Құнанбаев, қыз. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды, ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір құдайға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқықанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар.